А және Б зат әрекеттесіп В заты түзілген және коэффициенттері арқылы теңестірілгенін көруге болады. Бұл жерде концентрациялары берілген және бастапқы реакцияға түскен А және Б-ның бастапқы концентрацияларын табу керек. Оны табу үшін келесідей табамыз. А-ның бастапқы концентрациясын табу үшін өзінің берілген концентрациясын жазамыз. А-ныкі бізде 0,5 берілген. 0,5 қосу. Енді міндетті түрде біз мынау 2Б-ны пайдаланамыз. Өйткені қараңыз, мына жерде мәндердің бәрі пайдаланылуы тиіс. Бұл жерде 2Б пайдаланылады. Қазір Б-ны есептегенде де тоже Б-ны пайдаланамыз. А-ны есептегенде де мына Б-ны пайдаланамыз. Сонда А-ның мәні жазылды, қосылған. Б-ның мәні бізде 0,5-ке тең. Яғни В деген ғой. В-ның мәні 0,5. Алдында коэффициентіре бөлеміз 2-ге. 0,5-ті 2-ге бөліп қосамыз 0,5-ке, сонда 0,75 болады. Бұл деп отырғанымыз, яғни А-ның бастапқы концентрациясы 0,75 моль на литр болады екен. Енді Б затының бастапқы концентрациясын табамыз. Қазақша Б екен. Б-ның өзінің концентрациясы берілген 0,75 жазып алайық. Қосылған В-нікі пайдаланамыз. В-нікі пайдалану үшін осы В-ның мәні 0,5. 0,5-ті бөлеміз 2-ге. Қараңыз, алдындағы коэффициентке бөліп 0,5-ті 2-ге бөліп қосамыз 0,75-ке, сол кезде 1 болады. 1 моль на литр болады екен. Яғни Б затының бастапқы концентрациясы 1 моль на литр екен. А затының бастапқы концентрациясы 0,75 моль на литр екен. Мінекей осылай есептерді шығарсаңыздар болады. Егер осы видео сізге пайдалы болған болса және де түсінікті болатын болса, комментарийге түсінікті деп жазуды ұмытпаңыз.